Саламатсыңдар ма балалар? 2-ші сыныптың қазақ тілі 66-шы сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы антоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сендер антоним сөздерді ажыратуды және сөйлеуде қолдануды үйренетін боласыңдар. 5-ші жаттығу. Өлеңді оқы. 2 қол. Қол жуғыштың қасына келе қалды балақан. Ысқылады асыға, алақанды алақан. Ысқылады асыға, оң қолменен сол қолын. Ысқылады асыға, сол қолымен оң қолын. Қарап еді сосын ол, тап-таза деп қуанды. Қандай жақсы, 2 қол бірін-бірі жуады. Мүбәрак Жаманбалин. Алақан сөзін қалай түсінесіңдер? Алақан 2 қолдың ішкі жағын айтамыз, алақан деп. Өлең не туралы екенін айт. Өлең 2 қол туралы. Қол жуғыштың қасына балақан келіп, қолын тазалап жуады. Қолы тап-таза болғандықтан ол қатты қуанады. 2 қолын бір-біріне ысқылайды. Міне балалар, сендер де қолдарыңды әрқашан жуып тап-таза болып жүріңдер. Енді өлеңдегі оң, сол сөздерін айтылуымен білдіретін мағынасы бойынша салыстыр. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын ба, әлде қарама-қарсы ма? Бұл 2 сөз қарама-қарсы, оң және сол. Тілімізде мағынасы қарама-қарсы сөздер кездеседі. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат. Мұндай сөздерді антоним сөздер деп атайды. 6-шы жаттығу. Мақал-мәтелдерді көшіріп жаз. Озған мұрат, қалған ұят. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Мақалдардың мағынасын түсіндір. Озған адам әрқашан мұратына жетеді. Ал ешқандай еңбек етпеген адам қалып ұятқа қалады. Ашумен ешқашан балалар шешім қабылдамаңдар. Оны ақылмен шешетін болсаңдар, әр істерің оңға басады. Мақалдағы мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап дейді. 1-ші мақал-мәтелде озған, қалған. Мағынасы қарама-қарсы сөз дұшпан, дос. 7-ші жаттығу. Антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендір. Оң жақтағы сөздер мен сол жақтағы сөздерді сәйкестендіреміз. Ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, ерте, кеш, терең, таяз. Антонимдер мақал-мәтелдерде жиі қолданылады. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр, ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл. Бұл мақал-мәтелдерде қарама-қарсы сөздер қорқақ, батыр, тәтті, ащы. 8-ші жаттығу. Бос төргездерге олардың тұсындағы сөздердің мағынасына қарама-қарсы сөздерді тауып жаз. Ескі сөзінің қарама-қарсы антоним сөзі жаңа. Жақсы, жаман, жарық, қараңғы. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңдар.